Кейде ер адамдарда есейсе де бала сияқты дейді. Себебі жасы үлкен болғанмен балалар сияқты машиналармен ойнағанды ұнатады. Бірақ енді машиналары ойыншық емес. Мәселен, шахтерлердің машиналары қуаты әрі үлкен. Сонымен қатар, бабын тапсаң сенімді серіктес болатындай техника. Каждая машина Әрбір машина өзінше жүріп, өзінше қозғалады. Сондықтан, мүмкіндік болса бір техникада, яғни өзіңнің машинаңда жұмыс деген жөн. Кез келген машинаның ерекшелігі бар. Мәселен, біздің машина соңғы келгендердің бірі. Ол ең жаңа деуге болады. Бірақ бәрі экипажға байланысты ғой. Олар машинаға қалай қарайтын болса, машинада солай жұмыс істейді. Тиеу жеткізу машиналары кенді өндірістік учаскелерінен кен жолдарына немесе жер бетіне жеткізеді. Жарылғыш заттар тасымалдайтын машиналармен қатар жүгі бар тиеу жеткізу машиналары жер астындағы жолдарда басымдыққа ие. Негізі мен оны темір тұлпар деп атаймын, бірақ оның Caterpillar деген өз атауы бар. Әдетте кат деп атай береді. Машинаның сырын білсең, жұмыс істеуде оңай. Өзіңді судағы балықтай сезінесің. Ауысым бастыларда сәлемдесу керек техникамен, немесе сол сияқты жылы сөздер айтқан жөн. Дөңгелекте техникамен қатар шахтада теміржол көлігі де пайдаланылады. Мәселен, электровоздар кен тиеген вагонөткелерді тасымалдайды. Ол енді суткасына тоқтамай жұмыс істейді ғой. Ол мықты электровоз. Бұмен рута тасып атады суткасына бір сменде 1200 тоннадан тассаң, суткасына 3600-ге шейін тасимыз. Тоқтамайды, арасында 1-2 сағат кене. Мықтылығы сонда машина сияқты ғой бұл да, легковой машина сияқты. Кейбіреу жүрісі жұмсақ, кейбіреу енді тартымы жақсы болады. Бұл әртүрлі болады электровоздар. Бірақ өз күштеріне өзі сенімді. Ал бұл күрделі жолдармен жұмысшыларды Паус Минка тау-кен техникасы тасымалдайды. Жүргізушіден басқа бұл автобус 17 адамды тасымалдай алады. Басқару қиын. Себебі өтуге тура келетін тар жерлер бар. Ол жерден өтпесе болмайды. Бастапқыда адамдарды тасымалдап 3 рет жасаймыз. Ауысым аяқталғанда да солай істейміз. Ал арасында инженерлік техникалық мамандарды жеткіземіз. Минканың жүргізушісі учаскелер арасында адамдарды тасымалдап жүргенде, олардың біріндегі бұрғылау қондырғысында бұрғылаушы маман жұмыс істеп жатыр. Міне, мына машина біздің бригадаға бекітілген және біз осымен үнемі жұмыс істейміз. Әріптесім жұмыс істеп болғасын машинаны қалдырады, ал мен келіп оны тексеремін, майын қараймын, жалпы техниканың жағдайын бағалап, жұмысқа шығамын. Кейін әріптесіме тастап кетемін. Әрине, техникаға лайықты деңгейде қарасаң, ол да сәйкесінше жақсы жұмыс істейді. Егер машинаңды шын бағалап, аяласаң, ол да оны сезгендей болады. Бұл қағида жер астында да өзекті.